Марафонды аяқтадым 16-сы күні. Маусымның 18-і күні тиктокқа үйрететін курсқа жазылып, соны оқып жатырмын қазір. Күшті. Мықты. Тиктокқа шығасыз бе енді? Иә, 1-2 күннен бері стримге шығып жүрмін. Сол сізге жазайын деп ойлағам, смс жазам ба деп. Подписчик жинадыңыз ба? Өз аккаунтымда 1500 подписчик бар. Енді тағы бір аккаунт ашып қойдым. Товарный бизнесті үйренгім келген, сол бағытта стримге шығып үйренсем деп. Әзірше жол ашылып жатыр ма? Жолым ашылып жатыр деп ойлаймын, иә, біртіндеп. Қазір оқып жатырмын, жақсы, өте жақсы білім алып жатырмын. Күшті. Былтыр ма 2-3 жыл бұрын өткен қыздар, осы марафонды өткен қыздар қазір мощный стримерлар, товарный бизнес, батл ойнайды, осындай тиктоктан заработок имеют. Соны сіз алдында айтып едіңіз. Алдында айтып едіңіз, мен былтырда тиктокқа шығып жүрдім, ол кезде сізден марафон алдым, ол 24-те. 25-те тоже тиктокқа стримге шығып жүрдім, ол кезде ештеңе сатқан жоқпын. Бірақ сол жолдың ашылғаны, тазарғанның белгісі олар, тиктокқа шығып, бірталай жаңағы қаралым жинап отырдым. Енді менде онда ешқандай цель болған жоқ, оны түсінбегенмін ол кезде. Енді сол сізге жазам ба, смс жазам ба, қандай темада әңгіме айтсам бола ма екен деп ойлап едім бүгін сізді. Папаңыздың қалай? Денсаулығы жақсарды ма? Қақырған қойды ма? Иә, оның қақырып жөтелгені басылды. 1-2 күннен бері сол басы қатты ауырған. Марафон біткен күні ауырды, екінші күні ауырды, ол да басылды. Одан кейін ұйқысы реттеліп, солай болды. Bir күн әйтеуір сағат кешкі 8-де ұйықтап қалдым, содан таңғы 6-ға дейін ұйықтадым деді ғой. Күшті. Бүгін айтып түс көрген жоқ, ондай ештеңе айтқан жоқ. Бүгін айтып жатқан асқазаным ба, бір жерім ауырып тұрған сияқты деп. Обострение болып жатыр әлі? Әлі болып жатқан сияқты, иә, әлі болып жатыр. Мен айтамын, ертең көресің, 1-2 айдан кейін результатын өзің айтасың ғой деп қоямын. Өзің айтасың отзывыңды деп. Иә. Былай басылды, сол марафон басталған кезде жөтелі күшейіп кеткен, марафон біткен кезде 1-2 күннен кейін басылды. Сол жақсы тазарған, ем жүрген шығар. Өзіңізде қандай результат? Менің өзімде, мен сізге жаздым ғой алдында, отзыв жазғанда, таңертең ерте тұрам, қазір. Жүгіріп жүрмін 5-те тұрып. Сол 1 сағат, 1 сағат жарым жүріп, зарядка жасап, үйге энергиямен қайтам. Содан целый день ұйықтамаймын. Оған дейін ұйықтай беретінмін. Ұйықтай қолым босап кетсе, тикток қараймын да, ұйықтап қалам. Тикток қараймын да, ұйықтап қалам. Бірдеңені қараймын, үйде ештеңе істемеймін, өзімен өзім жатам, тұрам. Андай бір овощ сияқты, ешқандай ештеңемен шаруам жоқ. Үйдің шаруасын да жасамаймын. Ештеңеге қызығушылығым да жоқ. Бірдеңені оқиын, білім алайын деп те ойламаймын. Сондай болдым ғой. Қазір жүгіріп келем, одан кейін самооценка көтерілді ғой, сонымен. Самооценка көтерілді, иә. Жақсы болды. Жақсы болып жатыр. Звонил, наверное, да?